Құрметті достар, бүгін біз үй жағдайында қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Қараңыздар, қандай әдемі шыққан, жақсы көтерілген. Үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Бізге керекті заттар: су, тұз, ұн. Қанша мөлшерде екені описанияда көрсетіліп тұр. Егер адам саны көп болса, қонақтарыңыз көп болатын болса, көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Жылы суымызға тұзымызды жақсылап қозғап ертіп аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап қамырлейміз. Қамырымыз дайын. Бетін салапанмен немесе пищевой пакетпен орап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ішіне салмасына мен екі түрлі жағдайда дайындап жатырмын. Бірі асқабақпен, екіншісі фаршпен. Пиязымызды майдалап, ұсақтап, тұз қосып, араластырып қоямыз. Фаршымызды екіншісінде дәл солай асқабақты ұсақтап, көбіктеп турап, пиязымызды да көбіктеп турап араластырамыз. Қараңыздар, екі салмасы да дайын. Егер өздеріңіз таза еттен өздеріңіз қолмен турап жасайтын болсаңыздар, пиязын үлкендеу қылсаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын. Оны екіге бөліп, жұқа қылып жайып аламыз. Және бетіне мен көбінесе сливочный майды қолданамын. Сливочный майды ертіп, бетіне жағып, осылай орап, морозильникке, яғни мұздатқышқа, холодильниктің мұздатқышына жарты сағатқа салып қоямыз. Майы жақсы сіңуі қажет, және сәл қатуы қажет майы. Жайғанда майымыз қолымызға жағылмайтын болады. Осылай пакетке орап, жарты сағатқа салып қоямыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Түрлі рецептер шығатын болады. Дайын қамырымыз жарты сағаттан кейін алдық. Міне осылай бірнеше бөлікке бөліп, бұны да жұқалап, дөңгелектеп жайып аламыз. Салмаларын саламыз. Мен екі түрлі жағдайда істеп жатырмын. Міне салатын ыдысымызды майлап, бүккен қамырларымызды, самсаларымызды сала береміз. Мен екеуін екі түрлі жағдайда бүгіп жатырмын. Қайсысы екенін ажырату үшін қараңыздар. Осылай айқастырып қойсаңыздар да болады. Қамырын ол ыдысымызға салғаннан кейін басылып, өзі қамыры бірін-біріне жабысатын болады. Өйткені қамырымыз жұмсақ. Міне дайын. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, өз қалауыңыз бойынша мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Міне дайын. Енді жарты сағатқа 150 градусқа қойып қоямын. Енді әркімнің пеші әртүрлі жағдайда қызады. Міне екінші салмамыз да дайын. Пешіміздің қызуына байланысты. Қараңыздар, қандай әдемі самса шықты. Қамыры жақсы көтерілген, қатпарлы, өте дәмді. Үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, жақсы рецептер шығатын болады.